осы бағана кіргеннен болса қуанып, мәз болып, прям риза болып отырмын бар ғой. Негізі қазіргі заманда осындай қыз келіншектер аз осындай. Осындай апалар қараңыздаршы, қазақтың керемет мына киімін насихаттап, тойда осылай киініп жүрген апалар аз бар ғой негізі. Тойда көріп жүр. Бір шабалақ ұрып қойса жоқ. Апа, жаным сол, мен сізге риза болып тұрмын. Неге? Мен сізге бір нәрсені айтқым келіп тұр. Бағанадан бері айтқым келіп тұр, сол қазақ елі деп тұр. Мынандай азамат бар ғой, азамат күйеу балаңыз ба? Сол мен сізге айтқым келіп тұрғаны. Азаматтай күйеу балаңыздың барына вы гордитесь. Нет, рахмет емес, гордитесь. Знаете почему? Потому что осыдан бір ай бұрын маған азамат звондады. Тамада кездесейік, ақылдасайық, тойды шешейік деді. Жарайды деп кездестік, Астанаға Қарағандыдан арнайы келдім кездесуге. Кездестік, қолым бүйтіп берді да, амандық, саулық жоқ. Азамат білесіз бе маған не айтты? Я люблю свою тещу деді. Сондықтан да вы гордитесь, что у вас такой күйеу бала. Потому что ондай күйеу балалар қазір аз, өзінің енесін жақсы көреді. Шын айтайын, тәте. Жоқ, тәте. Міне мен залдан сұрай аламын. Вот залда бар ма өзінің енесін жақсы көретін күйеу бала бар ма? Үйба екі-ақ еркек. Сен өзінің енені жақсы көресің ба? Артыншы. Жақсы көрсең онда айтшы. Ененің туған күні қашан? Білмейді. Не знаю. Ал енді, Азеке. Міне азаматтан сұрайын ба? Сен действительно маған осы кісі жайлы айттың ба? Даусың шықпайды ол жерде. Я осы кісі. Действительно жақсы көресің ба? Действительно жақсы көрем. Жақсы көрсең, туған күні қашан? 24 шілде. Дұрыс па? Дұрыс. Вот, пожалуйста. Ол қайдан біледі? Жақсы көреді, сосын біледі. Ана жақсы көрем деді, білмейді. Өтірік. Тәте, самое главное білесіз ба? Кімде-кім біреуді жақсы көрсе, сол жақсы көретін адамның фотосын өзімен бірге алып жүру керек. Жақсы көрем дедіңіз ғой? Иә. Фотосы бар ма не? Бар. Көрсетші. Пожалуйста, тәте, болсыз ба? Иә. Міне! Көк тәте, сен дейсіз бе, мына жерде сізді көбісі жақсы көреді. Шын айтамын, бәрі жақсы көреді. Сен дейсіз бе, мен любой еркектен сұрай аламын, мысалға. Көке! Міне! Көке! Тұрш! Мына жаққа келдім. Сіз жақсы көресіз мына кісіні? Жақсы көрем. Туған күні қашан? Туған күні 24-ші шілде. Ойбай! Бұл кісі қайдан біледі? Ал, фотосы бар ма? Фотосы бар. Қайдан? Көрсетіңізші. Пожалуйста, тәте. Көбісі жақсы көреді. Сенбейсіз ба? Наверняка тәтем ойлап тұрған шығар. Мына көкеммен мына азамат подставной деді да? Тәте, сізді даже танымайтын адамнан сұрай аламын. Сізді мына еді официантқа танымайды, бірақ солардан сұрай аламын. Любой официант. Действительно, мына кісіні жақсы көресің ба? Иә. Туған күні қашан? 24 шілде. Мәссаған керек болса. Ал, фотосы бар ма? Бар ма? Көрсет мына жаққа. Пожалуйста, тәте. Міне сізді көбісі жақсы көреді, тәте. Это не все, тәте. Знаете, самое главное. Мен ресторанға кірген бетте сізді көрген кезде я тоже полюбил вас. Всегда со мной будете. Өзімнің төс қалтама мәңгілік салып жүрем, тәте. Тәте, действительно, я люблю вас, тәте. Не только я, все любят вас. Даже я вам уж сіздің қызыңыздан сұрай аламын.
Действительно жақсы көресің бе шешеңді? Жақсы көрем. А фотосы бар ма? Менде жоқ. Сен жақсы көремін ақ қояды. Көрдіңіз ба? Қызыңыздан гөрі күйеу балаңыз жақын сізге. Бірақ бұл қыз оны қайтеді, когда живая она всегда рядом ходит. Уже 10 лет шапалақ құрмет қошеме. Кәте, бұл неге айтты? Бұның жақсы көру жайын неге айтты білесіз бе? Өйткені мына сіздің балаларыңыздың сіздің құрметіңізге кішкене дайындаған сыйлығы бар. Соны бір әдемілеп жеткізейін дедім. Жақсы көру арқылы. Расымен де сіз жақсы көруге лайықты адамсыз, Кәте. Шырым көзде толы Ана деймін саған, жүрегімде жүзге толы барымын мен саған.